Құрбандыққа қандай мал шалынады? Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болу керек. 6-7 айлық тоқты 1 жасар қой сияқты семіз, етті болса, құрбандыққа шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. Қой немесе ешкіні тек 1 адам құрбан ретінде шала алады. Ал сиыр немесе түйені, яғни ірі қараны 1 кісінің жалғыз өзі үшін шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуына болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. 1 кісі құрбан үшін, ал екінші 1 кісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. Құрбандыққа жылқы шалуға болмайды.